еңсесі биік білім ордасы нөмірі 1 қазақ жалпы білім беретін орта мектебінде мен 2006 жылы ашылғаннан бастап қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып қызмет етіп келемін. Қазіргі таңда 2022-2023 оқу жылынан бастап директордың оқу жөніндегі орынбасары қызметін атқарып келемін. Бұл қызметке келгеннен кейін мен түсіндім. Бұл қызметтің күрделі, жауапкершілігінің аса жоғары екенін. Мен білдім. Жұмысымның сапалы болу үшін екі қағиданы есте ұстау керектігін. Алдымен өз жұмысымды жақсы көріп, шабыттанып жасау керек екендігін. Екіншіден, әр күнгі жасайтын істерімді жоспарлап жүргізуді қолға алу керектігін. Жоспар жөнге келтірер дейді. Мен көп іс тындыруым үшін алдыма жылдың, 90-ның және айдың жұмыс жоспарларын жинақтап, жүргізілетін жұмыстарымды айқындап, әріптестеріме жай ғана идея тастап, қозғау салдым. Мектептің білім сапасын арттыруда педагогтың жауапкершілігі зор болса, заман талабы педагогтан кәсіби білімді, білік пен дағдыны, мақсат қоюшылықты игеруге деген қызығушылық және білім беру қызметіне ынталылық, педагогикалық және әлеуметтік педагогика мен психологияның негіздерін қолдана білу қабілетін талап етеді. Мектебімізде білім сапасын арттыру, болашақ білімді азамат қалыптастыруда, мұғалімнің кәсіптік шеберлігін, құзырлығын арттыруда мектеп жұмысының, әдістемелік жұмыстың ұжымдық, топтық, жеке, белсенді түрлері мен әдістері кеңінен қолданылуда. Сонымен қатар, озат тәжірибелер бойынша іс тәжірибе тарату жұмыстары, шығармашылық есептер беру, әдістемелік апталықтар, оқушылардың ғылыми жұмыстары, әдістемелік сипаттағы семинарлар өз жалғастарын табуда. Нәтижесінде менің әріптестерім мен ойлағаннан да мықты дүниелер көрсетіп, оқу сапасын көтеру мақсатында құнды жұмыстар жасады. Бүгінгі жас ұрпақ ертеңгі еліміздің тұтқасы, балаларымыздың бақытты болуы мен жарқын болашағы сіз бен біздің қолымызда.